Сәлем достар, баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздерге мен қайтарымсыз грант 5 миллион теңгеге қалай заявка тастаймыз, өтінімді қалай дұрыс тастаймын, соны сіздерге үйрететін боламын. Бірінші кезекте сіздер грант дегенге барасыздар, регистрация жасап кіресіздер әуелі. Одан соң грант дегенді басып, заявка тастайтын боламыз. Бірінші кезекте пользовательские соглашениеден өтесіздер, өздеріңіздің банковский реквизиттарыңызды тіркеп. Одан соң гранты на бизнес идеи деп тұрады. Яғни бизнес планыңызды жүктеп толтыратын боласыздар. Алдын ала мен бизнес планды жазып аламын. Сол себептен сол бизнес план бойынша сіздер жоба қосу деп таңдап, әр бөлігі осы тарауда жеке-жеке көрсетіліп тұр. Осыны біз толтырып шығатын боламыз. Мінекей, мысалы балаларды дамыту орталығын ашып отырмын мен. Келесі бизнес планға қарап жасайтын боламыз. Мінекей, жобаның сипаттамасы, одан соң жобаның орналасқан жері, одан соң қандай бағытта, одан соң өнімнің пайдаланушының мақсатты аудиториясы 1 жас пен 9 жас аралығы, басталу күні, бизнесті қашан бастағалы жатыр, сол күнді толтыратын боласыздар. Яғни бизнес планда көрсеткен уақытпен сәйкес келу керек. Яғни жалға алып істейді, галочка ұрамын. Бір ауыл бір өнім жобасының қатысушысы болама дегенге жоқ деп жазамын. Одан соң окетті жазатын боламын. Қандай денсаулыққа жатама, білімге жатама, өздеріңіз таңдайсыздар. Ең астына өтіп, әрі қарай деген бөлікке өтіп толтыратын боламыз. Кадастрлық номері бар ма дейді. Кадастрлық номер жоқ, арендаға алатын жердің себепті. Сол себепті жоқ деп жазасыз. Одан әрі қарай жобаны өнімді нарыққа жылжыту стратегиясы. Бұл бойынша да алдын ала мен өзі ережеге сай толтырып қойғанмын. Қай пунктке не толтырамын, не жазамын деп ойланып отырмайсыздар. Алдын ала бизнес планды сіздер толтырып жазып қоятын боласыздар. Копировать ставить етіп, барлық бөлігін осылай толтырып шығатын боламын. Сіздердің уақыттарыңызды алмас үшін мен барлық пункттерді толтырып шығайын. Мінекей барлық пункттерін толтырып шықтым. Өнімді нарыққа жылжыту стратегиясы бойынша. Одан кейін әрі қарай деген бөлікке өтемін. Мына жерде сол бойынша толтырып шығатын боламыз. Одан соң қызметкерлердің орташа саны бойынша өз қолмен қойылған сканированный PDF форматтағы мен толтырып шығамын. Штатное расписание. Штаттық кесте. Жеке мәліметтерін көрсетпеу үшін мен осылай тек қана сканированный варианттарды ғана қойып шығатын боламын. Одан соң арғы қарай, әрі қарай жобаны өтелу мерзімі дейді. Өтелу мерзімін бизнес планға қарап көрсетесіздер. 7 ай екен. 7 ай. Жобаны іске асыру үшін өз қаражаты ретінде қанша теңге қосады? Миллион теңге қосады. Мінекей жобаны іске асыру бойынша 20% 1 миллион теңге, одан соң гранттың суммасын толтырамыз. Одан соң жобаның күтілетін экономикалық тиімділігін, яғни жұмысшылар саны, салық түріндегі табыс, болжамды барлығы сіздер бизнес пландағы болжамды табыстар бойынша есептеп жазасыздар. Осылай болжамды табыстардың барлығын жазып шығасыз. Содан кейін әрі қарай тәуекелдер бойынша да дәл солай бизнес пландағын толтырып шығамыз. Мінекей тәуекелдерді жазып шықтық. Одан кейін әрі қарай бұл жерде ең маңызды болжамдар мен есептер дейді. Бұл жерде бизнес план жүктейсіздер, сертификат жүктейсіздер. Одан соң барып сіздер 1 миллион теңгенің выпискасын жүктейтін боласыздар. Мінекей біз барлығын сертификат, барлығын жүктедік. Келесі бөлікте біз толтыратын боламыз. Мінекей біз жобаны
толыққанды толтырып шықтық десек болады. Толтырып шықтық. Енді келесі заявка тастайтын боламыз. Мінекей мына жерде подать заявку за себя. Мына жерде жеке мәліметтерді жариялап көрсетуге болмайды. Сол себептен мен әр графасын толтырып шығамын. Жаңағы графалардың ең соңында подтвердить етіп, өзіміздің ЭЦП-мізбен қол қойып шығамыз. Мінекей ең соңында қолданбалар дегеннің ішінде өтініш жұмыс органына жіберілі деп осылай заявка кету керек. Барлығыңызға сәттілік тілеймін. Өтінім бойынша сіздерге көмек қажет болса, жобаларыңыз болса, бизнес-план, сертификат, полный сопровождение қажет болса, менің жекеме жазсаңыздар болады. Баршаңызға ақпараттарым менің пайдалы болды деген ойдамын. Лайк басып, каналыма тіркеліп қойыңыз.